Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай бүгін куриный рулет дайындадым. Өте дәмді болып шығатын. Холодный ассорти қылып қойсаңыздар да болады рулеттермен. Ол үшін мен осындай грудинка, яғни тауықтың төс етін пайдаландым. Ол мұз болса ерітіліп барып, осылай кескеніңіз дұрыс болады. Әйтпесе су шығып кетеді. Мен де ертіп барып, жақсылап жуып, осындай блендердің көмегімен жақсылап езіп алдым, фарш қылып алдым. Енді осыны таразының көмегімен өзімізге керегін алып, осындай фаршымызды дайындайтын боламыз. Фарштың үстінен чесногымызды тверканың майда жағынан өткіздім. Артық болып қалмау үшін, дәу болмау үшін осындайынан өткізіп алатын боламыз. Осының үстінен бір жұмыртқамызды салып, дәміне қарай тұзымыз, дәміне қарай қара бұрышымызды салатын боламыз. Енді осы дайын болған фаршымызды жақсылап езетін боламыз қолымызбен. Бәрі біріккенше ұрғылап тұрып езесіздер. Мінекей фаршымыз дайын болды. Мен ішіне осындай курага пайдаланамын және мейіз пайдаланамын. Курагамызды, мейізімізді жақсылап жуып аламыз және кептіріп аламыз. Шаңын бәрін жақсылап жуып алатын боламыз. Мен фольгамызды жақсылап майлаймыз сұйық маймен. Мен де покланның фольгасын пайдаландым, жабысып қалмау үшін. Енді фаршымыз дайын болған фаршымызды қолымызды сұйық майға малып отырып, осылайынан жайып шығатын боламыз. Өте жұқа қыласыздар, 28 сантиметр қылып, теп-текіс қылып жайып шығасыздар. Сонда әдемі көрінетін болады кескен кезде де. Мінекей қолымыздың көмегімен осылайынан жайып шығатын боламыз. Енді менде осындай нори жапырағы қажет болады. Осы жапырақты тең екіге бөлікке бөліп, осындай фаршымыздың үстіне қоятын боламыз. Мінекей енді курагамыз бен мейізімізде қатарынан осылайынан қойып шығамыз. Сол кезде піскен кезде өте әдемі, кескен кезде де әдемі көрінетін болады. Міндетті түрде жуылған, шайылған болсын курагамызда, мейізімізде сол кезде шаңы бетіне шығып кетпейтін болады. Мінекей өте әдемі болып дайындалатын болады. Осыны жақсылап ораймыз, осылайынан жабысып қалмау керек осындай фольгамызға. Мінекей осылайынан қатты басып жібермеңіздер, бөлініп кетеді. Жай ғана осылайынан орап шығатын боламыз. Екі фольгаға ораймыз. Мінекей екі жағын жақсылап бекітеміз. Жақсы пісу үшін осылай екі фольгаға орап 160 градуста 35 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей мен пісіріп алдым. Енді осыны бөлме температурасына 1-1,5 сағаттай, холодильникте 2 сағат қойып барып кестім. Өте жабысқан жоқ, өте дәмді болып шығады. Ортасын бәрі осылайынан әдемі болып пісетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рулеттермен осындай дастарханыңызға қойсаңыздар болады.